Bir, iki, üç. Hadi aç. Хорошо, хорошо, рахмет. Асеновичтің тарелочкасын беріңізші. Асенович. Şay gelgençe Allah'ınızға аманатқа қиянат жасауға болмайды. Осы күні Бикеш апа, Қазтай деген кісіні танисыз ба? Ол кісі кім болады? Құдағиыңыз ба? Сол кісі жаңа звондап жатыр маған. Денсаулығыма байланысты келе алмады, менің атымнан бір музыкалық сәлем бар еді дейді. Өзіміздің Желет ағамыз осындай әдемі ән шығарған Кентай Назарбек деген сол кісінің ана туралы әнін сізге сый ретінде тартып отыр, сюрприз қылып қабыл алыңыз. Осы жерде көргенде айтасыздар, ол ән айтылды деп. Рахмет. Айтыңыз я мамаңызға айтқыздым деп ертең. Айтып жүрмесін. Тамала айтқызбап той менің әнімді де. Ал енді машина майсыз жүрмейді, қазақ шай ішіп жүрмейді дегенде басымыздың сахна ұстамай тұрған кезде біраз шай ішіп алайық. Сіздер ақырын шайдан ішіп отырыңыздар, біз әдемі әндерден әде берейік дегендей. Мынау әсем ән сіздердің құрметтеріңізге. Бұл күнде әнші көп, тек қана шәмші жоқ. Айнасын бұл күнде сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Енді
Бағанадан бері айтып отырсың, дәулетіңнің қадірін ұлың өскенде білерсің, абыройыңның қадірін қызың өскенде білерсің дейді. Ұлы бар еді, қуат бар, қызы бар еді, шуақ бар дейді. Сондықтан енді бағана осы тойымыздың басында анамызға бір сюрприз жасап келейік деп. Жалпы негізі күнделікті анаға жақсылық жасасаң да аз ғой. Әлгі Меккеге 3 рет апарып келсең де бір түнгі ғана ұйқысын ақтайсың дейді екен. Өйткені ана деген баласы бәйге шапса, үйде тақымын қысып отыратын адам. Осы баласы жақсы болса, анасы марқайып жүреді. Сондықтан осыны балаларының қамын ойлап отыр ғой, апамыз 85-ке келсе де той жасамай-ақ қойсын, керек емес, келмей-ақ та қойсын. Ол кісілер уайымшыл ғой. Анау алыстан келер, жол алыс да, жұмыс. Қазір заман сондай өзі. Менің времени максимум информация дейтін. Сол балаларым осы кешікпесін, осылар жақсы болсын, осылар жақсы болсын деп, келіндерінің көңіліне қалмасын, күйеу балаларым ренжіп қалмасын деп соны. Бекеш апа, сіз менің енемдегі болмағансыз. Жақсы ене екенсіз сіз. Енді әзілдеп жатырмыз. Балалардың немелерін, шөберелерін ортаға шақырайын. Талғат, Жанар, Асхат, Бағдат, Жанат, Гүлнар, Гүлмира, Аманжол, Тоғжан, Тамирис шөбересі, Ибрагим, Илхам дейді. Туға жопырақ ортаға. Пика шықты, мобилограф болып шықты молодец. Жан жақты. Айттым ғой. Ибрагим, Илхам, Акрам. Сіздер өзіңіз естімей қаласыздар. Өз пәле оқымасы 80-ді 40-шы жылғы қыздар қиындау екен біраз. Девчонки, давайте прекращайте. Онда, соны айтам. Ең бірінші елден бұрып келген кісі бұл кісі қалай дос көрмеймін мен. Бізге напиток әкелмеймін. Молодец. Апа, тойыңыз құтты болсын. Жаңа ақырын есептеп отырсам, сіз Абай Құнанбаевтан 95 жас кішкентай екенсіз десем. Биыл 80 жылдағы сол бәрі өз биыл сіздің тойыңызға конкретке деп тұр екен. Туысқанымын деңіз. Сізге сенеміз, ештеңе дей алмайды. Сіз айтыңызшы, мен Абай Құнанбаевпен негізі шөберелі туыстым деп айтыңызшы. Болды. Шөпшегімін деңіз болды уже. Ешкім осы жерде ештеңе етпейді. Ал қай жақтан бастаймыз? Мына кісіден бастайық. Ал бастайық. Өз апасын жақсы көреді. Апа, туған күн. Естіше микрофонды алуға болды қылдай. Бастық болады адам сразу өзіне. Апа, туған күніңізбен құттықтаймын. Зор денсаулық, бақыт, ұзақ өмір сүріңіз. Толқыпты. Тоймелікте сөйлегісі келіп тұр, енді кішкене сөйлей алмай жүстамейді. Келесі жыл сөйлейді, 100%. Енді, құрметті, Бекеш, сен бәрін деп сөйтіп қоймаңызды, Вера деп наша. Кабинет рабочего питания сөйлеп айтатын. Тәтемді. Тәте, келіп баған 95 жыл. Ой, 85 жылдыңыз. Жағып қаттын енді. Түгет дейді. 10 жылдың ары беріс жоқ. Туған күніңізбен сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Енді бір 10-15 жылда біз сыйлайық, қалған Аллам сыйласын сізге. Жаңа елден бәрі айтып жатыр, туған туыс бөтеншілім жоқ, нарда отырған. Бәрі өзімізге қараған туыстар. Бұл кісілердің насып мен ештеңе айта алмаймын да, тек қана қосыламын. Сол ортамызда жүре беріңіз, бізді қуантып міне. Тамиристің тойы, 17-18 жылдан кейін Тамиристің тойы болады. Сонда ет пісіріп жүрсеңіз, ортамызда бар кухняның бәрін, жай жүрмей ет пісіріп жүрсеңіз, етіңіз дәмді болып деп, туған күніңізбен. Ал анамызға шынайы көңілден айтқан ақ тілегіміз жаныңыздан күлкі кетпесін, көктемде
жабырып, жаздай жадырап, ортамызда аман есен жүре беріңіз. Әлемдегі бар жақсылықты өзіңізге тілеп, ғұмырыңыздың арайлы, шуақты шақтары мол болсын дегіңіз келеді. Енді берекеңіз ұзағынан болсын, үй немере шөбереге толай берсін, баршамызға ана, әже болып, амандықта жүзге қарай жетіңіз. Мамамыз сізге жаңа музыкалық әлем денсаулығымен байланысты келе алған жоқ. Сізге бір сияпат. Соны сізге кезеймін. Беке шапақ туғанымыз құтты болсын, жасқа жас қосыла берсін. Аралықта жүре беріңіз, ауылмаңыз. Жасай беріңіз енді. Тек қана жақсылық болсын, тек қана қуаныш болсын ауылда. Осылай арқасында амандықпен енді ала берейік. Маман, туған күніңіз құтты болсын дейміз, сау болсын. Осылай ортамызда бізді қуантып жүре беріңіз. Өміріңіз бақытты, ұзақ болсын. Сізді өте қатты жақсы көреміз. Осылай бүгін мен білдім бүйтіп қалай ренжіп нетсе де сіз айтады, никаких это, анау келе жақ, мынау келе. Бірақ я знала, что ты все равно радуешься, потому что біз енді каждый по возможности деймін. Самое главное ағаларымызбен қосылып осылай. Талғат, Ардақ апайым, нужны такие путеводители, Асхат, это крылья, Перизат, Тулпаным болды. Бәріміз осылай келдік. Сізді туған күніңізбен құттықтауға енді Бағдат келе алмай қалды. Ол да бізбен, так что осылай бақытты болып жүре беріңізші ортамызда. Это слезы счастья. Апам, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, сізге ұзақ өмір тілеймін. Өміріңіз денсаулық болсын, бақыт тілеймін. 100 жасаңыз, немере шөбере қызықтарын көре беріңіз. Туысқандар, қонақтарға рахмет. Сіздерге де зор денсаулық тілеймін, бақыт, сол бар жақсылық тілеймін. Туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жанымызда жүре беріңіз, аман сау болып, қуанышты күндеріңіз көп болсын, немере шөберенің қызығын көре беріңіз. Осында келіп отырған барлық туған туыстарымызға тек қана жақсылық тілеймін, аман сау болыңыздар, отбасыларыңызға амандық тілеймін, бақыт тілеймін, бала шағаның қызығын көріп, тек қана жақсылық болсын, аман болыңыздар. Өлеңді, ол все. Анашым деген өлеңді айтылған заказ өтіп кеткен бізге. Біз айтамыз, сіздер билейсіздер. Фото алып
Şöyle soralım bize. Adı kim? Almira. Amira. Agim Amira деген бірінші отырмай. Новая. 21 ғасырдың балалары Ламборни жастары. Мәсана мобилограф бәрінде де қашан уже. Айтып фон что-то не то. Ал бастайық. Өлең айтамыз қыздар жаңа көрдіңдер ме бәрін? Сіздер современный өлеңдер бар, чүнчача бәрі бар бізде. Бірінші тілек айтамыз. Болады өге тілек айтып алсаң өлең айтамыз. Бикеш апа, сізді келіп жеткен 85 жылыңызбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан, біздің қасымызда күлімсіреп, гүлдей жайнап, күндей күлімсіреп қасымызда жүре беріңіз. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз. Бикеш апа, бүгінгі 85 жасқа толған мерейтойыңыз құтты болсын. Бүгін міне барлық бала шағаңыз қасыңызда, бүгін бақытты деп ойлаймын сізді. Сізге бұл өмірде тек бақыт, ең бастысы денсаулық тілеймін. Осылай арамызда ақ жаулықты әжеңіз болып отыра беріңіз. Әрқашанда осындай ақ дастарханның гүлін көркін келтіре беріңіз. Жүзіңізден тек күлкі кетпесін. Сізге тілейтін ең бастысы бақыт пен денсаулық. Барлық балаларыңыз, туысқандарыңыз сізді өте қатты жақсы көреміз. Туған күніңізбен. Қошемайды мен. Қараш, тақылдапта неше оқисыңдар? 9 оқисың сіз? 9 класста осылай. Біз 9 класста басым сипап тұрып жүрдік. И то, что қояғанда балалар әдемі тілек айтады. Ал, сонымен апам міне, немерелеріңіз ғой, сізге өлең айтамын. Апам таныстырып жатыр ана жақта. Балаңды өскенше бағасың, немереңді өлгенше бағасың дейді қазақ. Өзбектер айтады екен, балаң өседі кетеді, немерең түбіңе жетеді. Осы немерелер жүйелер өгіз жейді өз. Қай өлеңді айтыңыз Амира? Музыкасы бар ма или былай деп өзі? Акапелланы өте береміз бе? Жоқ, онда билеп тұрасың. Просто сен билеп тұрмақ сөйлеп ет. Амира қай өлеңді айтамыз? Қандай билеміз? Жаңа света музыка жоқ ма мына жерде? Қай музыканы қосып берейік? Өлең айтамыз қойшы. Айтамын. Сен мамаң әнші, сен қалай мамаңа тартпағансың болсын? Мамаң өлең бәрін айтты ғой мамаң осындай. Неше түрлі өлең айтты ғой мамаң. Өзі ойнай шығара бердікі сөздің бар бейші. Любой музыка болса болды сөз ішінен төгіліп шығып жатыр ғой. Құрастыра береді. Ақын өзі. Өзі мобилограф. Мама пика дейді. Қай өлеңді айтамыз? Біз айта береміз, біз өлең айта береміз. Жақсы онда, біздің ең Жоқ деме жаным, сен үшін күйді жанда беремін. Жүрегім жоқ болып жаным, жанымды бара беремін.
Ал дастархан жанында 40-шы жылдар қыздарды көптің алып жүрген Бикеш апамды қол соғып қошемет көретіп ортаға шақырайық. Апа келіңіз. Шапалақ жанын тұрған. Келіңіз аға. Сіз отырып сөйлей беріңіз сізге. Түрегеп тұр, шаршап қалдым деп жүрмеңіз енді. Балым мынаған апам мамамды көп билетпей адам. Енді тек гүлмен жылап болады қазір бой болса. Маған бүйтіп кетті, музыка қоспа деп. Ал сөз сіздің өзіңізде. Және енді Абай атамыздың туысқан деп айтып жатырмыз ғой, елдің біраз сеніп отыр соған. Сөйлейтін жан едіңіз сағысымай арғыматтың жапқан шабысындай, айтатын қорытынды сөзіңіз кесек шықсын, Құнанбайдың құдаға тартқан қазысындай дейміз. Қорытынды сөз сіздің өзіңізде. Енді Алланың аузымызға салған сөзді сөйлеуіміз. Мына енді мен айтып отырмын, осы отырған адамдарда бірде-бір бөтен адам жоқ. Туысым, балаларым, немерелерім, жолдастарым, құдағиларым бәрі отыр. Алғашқыда мен бұлай жасайын деп ойлаған жоқпын. Мен Ардақпенен Нұрсұлуға айттым, айналайындар, менде бар, ақша да бар, бәрін жасауыма возможность бар. Бірақ мен қайтем, 85-ке келдім деп менің анам айтатын жарықтық. Адам өмірде бір нәрсе болады, осы сендер жылда туады екенсіңдер, бұл қалай деп. Сондықтан соны ойладымда айттым, бір ғана өзіміздің мына үлкендер жағынан іріктеп, өзімізге қараған енді жолдас жорамызды шақырайық. Бір 15-20 кісі деп. Содан Ардақпенен Нұрсұлу жарай, сюрприз жасаймыз деді. Немене сюрприз екенін өзімді ұққан жоқпын шын айтқанда. Сосын айттым, сендер қарамаңдар, дастархан мол болсын, шақырып қойғаннан кейін ұятқа қалмай қарақтарым, ақша табам мен дедім. Сонымен сол сюрпризді мұнда келгенде бәрін көріп отырмын. Мен енді жаңағы жастарым, немерелерім, күйеу балаларым бәрі келгенде шынында да мен шокта болдым. Құлақ қала жаздады. Бұлар аспаннан түсті ме, жерден түсті ме? Астанадан Күлмирамен асхат звондағанда мен айттым, айналайындар, қайтесіңдер, жол болса бәлендей, уақыттарың жоқ, жұмыстарың бар, мен ешкімді сөкпеймін, ешкімге келмедім деп айтпаймын. Мен жақында Астанаға барам, сол кезде сенің тойын жасайын дедім. Қызым 50-ге келеді, соны өзімше бірге жасайын деп отырғам. Енді мені бүгін олай болмай шықты. Осы отырған баршаларыңызға тілейтінім тек қана жақсылық,
әр үйде қызық қуаныш болсын. Менің жасыма келгендеріңіз болса, келмегендеріңіз болса, келіңіздер, асыңыздар. Мына келе жатқан біздің артымыздан өсіп, балапандарым, сендерге Алла қуат берсін. Алла тағала сендерге біздің жасымызды берсін. Мен мысал үшін 85-ке келсем, 85 жылда менің көрген өмірімді сіздерге айтсам бір дастан болады, бір кітап болады. Бірақ мен жаманшылық көрдім демеймін. Бірақ сол кезде өмірдің өзінің тауқыметі болды. 40-шы жылдары туған баламыз біз. Соғыстан кейін әкеміз әскерге кетті, одан қайтқан жоқ. Сонда да Алланың берген қуатыменен, Алланың берген денсаулығыменен, енді мүмкін мені бір Алла жетектеген шығар. 1-ші класстан келіп, мына 5-ші мектепке 48 жылы келіп түстім. Сонан 58 жылы мен 5-ші мектепті жақсы бітіріп шықтым. Кеше бір құдашы айтады бір жерге барғанда, мені бухгалтерский торговый техникум бітіргенде бірге бітірген. Ой, сен әлі кішкентайсың ғой, өспепсің ғой деді. Мен қарағым күләш өсіп, мен қайдан өсіп, наоборот өшіп бара жатыр емеспін бе? Ең баяғы көрген соң шәсімбейді, жетекшіпін әлі деп білдім. Сол сияқты Алла тағала берген қуатыменен, Алланың берген денсаулығымен осы жасқа келдім. Алладан жақсы, жаман өмір сүрдім демеймін. Бәр өмірдің жақсылығын да көріп келем. Тәуба қылам бәріне, шүкіршілік етем. Алла тағала бәршамызға осы отырған Алла тағала денсаулық берсін, әр үйге жақсылық берсін, дастархандарыңыздан ас кетпесін, бастарыңыздан бақ кетпесін, әрқашанда қызық қуаныш бола берсін. Осындай балалар жетіп біздің артымыздан, осы біздің жолымызды әрі қарай жалғай берсін. Бұл біздің жалғасымыз сендерсіңдер. Сендердің келгендеріңе мен өте қуаныштымын. Бірақ аяқ астынан келгендеріңе мен шынында да сасып қалдым. Қалай? Мен білмеймін. Ал қазір бұлар қайта отырады деп ғой. Балдар айтты, мына жерге баян үйіне бірдеңені қойып болады. Сосын сасқалақтап не істерімді білмей қалдым. Жарайды, бәрі жақсы болып жатыр. Рахмет. Ең бірінші бастаған мына Ардақ пен Нұр. Екеуіне көптен көп рахмет. Менің енді осы жастым өкшемді басып, өкпемді қағып келе жатсыңдар. Мен келгенде осы үйге келін болып түскенде Арданбай 5-ке келген ғана бала болатын. Нұрсұлу мен 72-де келдің, міне қанша бір жерге өмір сүрдік. Біз бір үйде 4 келін болдық. Нұрсұлу енді бізге немере келін болғанмен де біздің өкшемізді басып, біздің ізімізді басып, айтқанымыз алғыс бір-бірімізге, 4 үйдегі келін. Біз келін деп бірімізді абысын деп ойлағанымыз жоқ. Бірімізді біріміз сіңіліміз, апайымыз сыйладық. Тақуылық, семья болдық. Тәуба, сол біздің алған тәрбиеміздің арқасында біз осындай өмірге жеттік деп ойлаймын. Мен әке шешемді көрмесем де, мен сол үйдегі қайындарының бәрінің алдында бала сияқты бәрі мені тәрбиеледі, өсірді. Әке болды, бірі бауыр болды. Бәрінің айтады, Бика, мәшінесін тіреп қойып есік алдына, Бика шықтың ба, кеттік. Рахмет, Аллаға тәуба қылам, бірақ бір Алладан сұрағаным, осы үйдің бар азаматы 11 айда бақандай 5 адам бір үйден кетті. Адам баласы бәрінде көтереді, жақсының да жаманын да. Алланың басына салғанына бәрін көресің. Бірақ бір өкінерім, ең болмаса бір бас көтерер, сола 4-5 азаматтан бір азамат қалмады. Енді осы үйдің ең үлкені болып мен отырмын. Жарайды, Аллаға тәубе етеміз. Бала шағамыз өсіп келеді, өріп келеді. Алла тағала әр қарай бұларды жетістікке жете берсін. Әр үйдегі балалар өздерінің тілектерін, өздерінің отбасыларын жақсы тәрбие алған, семьядан шыққан адамдар бәрі де жақсы өмір сүрсін. Жұмыстары табысты, жемісті болсын, дендері сау болсын, дастархандары әрқашанда қызық қуанышқа жайылсын. Тек қана жақсылықпен бас қосуға Аллам нәсіп етсін демекпін. Баршаларыңа сұрайтын денсаулық, зор бақыт, ұйымшылдық, береке бірлік. Береке бірлік болған жерде бәрі де болады. Сондықтан баршаңызға денсаулық сұраймын. Міне менің бауырым артынан ерген, айналайын, мен 1-ші класс келгенде 1 жаста ғана болдым. Әлі күнге шекті менен үлкен 2 жас үлкен апайымыз бар. Сол кісі бәріміз өстік, сонда 1 грамм біріміз әлі күнге шекті Бика звондайды. Қаныңыз қалай, бір жақ кетіп, не істеп жатсың? Оның бәрі тәрбие, оның бәрі
Алла тағаланың біздің ата-анамыздан сіңірген бізге еңбегі деп есептеймін. Біз бір бала болып төбелестік, бір бала болып ұрысып, бір семьяда тұрып, 4 бала өстік. Бірақ біріміз әлі күнге шекті, әлі сыйлап келеміз. Сізден де сол біздің жақсылығымызды берсін, біздің бірлігімізді берсін, біздің Алла тағала тілеген тілектеріңіз орындала берсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, дастарханыңыз қызыққа жайылсын. Мен енді 60 деген бірінші осы мына Нұрсұлу менен бастаған ардақ қайтам. Бұлар анау Сарыағашта жатыр. Мен ардақ Әлия болды. Емес, мен енді Әлияны қоспай тұрмын, ол енді қайткенмен менің өкшемдасып келеді, кәрі ғой. Мен оны жастарға айтып жатырмын. Жас па дейсіз? Оған енді ауыз салуға болмайды, өзі жүрегі ауырады. Сондықтан 2 жас қызым менен келініме айттым, сендер басқарасыңдар, өздерің жасайсыңдар. Звондасам айтады, бәрі дайын, сіз беспокойтып етпеңіз, бәрі бар, сюрприз бар дейді. Шындық сюрприздер сіздер болдыңдар. Рахмет айналайындар. Айналайын балапандарым, өсе беріңдер, жете беріңдер. Келгендеріңе мұнда бір рахмет. Енді басқа не айтамын? Алла тағала менің жасымды берсін, онан алсыңдар. Әрқашанда қызметтерің табысы жемісті болсын, бала-шағаларың өсіп жете берсін жастар. Енді біздің ендігі өкшемізді басқан, өкпемізді қағатын сендерсіңдер. Жолымызды ары қарай жалғайтын. Сондықтан сендер аман болыңдар. Сендерге Алла қуат берсін, денсаулық берсін. Еңбектерің табысы жемісі болсын демекпін. Енді мына қызым мен ана ұлға айтқам, айналайында келмей қойды. Мен өзім жақында барамын. Сендер әуре болмадар. Жаңа кім айтып тұр ғой. Қайтесің жол ақшаларын шығарып, мысалы, сүйсем бұлар бұл жақты онан да жақсысын жасап жатыр екен. Рахмет барлықтарыңызға. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, әрқайсыларыңызға тілейтін денсаулық, бақыт, не тілеген армандарыңыз орындала берсін. Бүгінгі мына мейрам жеңіс күні әрі құт береке әкелсін. Жеңістен жеңіске жете беріңіздер. Бәріміз аман болайық. Рахмет барлығыңызға. Ой, бар, вообще бар ғой. Вообще. Сөз жоқ сізге. Айтып тастадыңыз ғой, бәрін айтып, аман болыңыз. Ең басты деніңіз сау болсын шапа. Алланың берген жасаңыз өз. Қазір сол тілдінің өзегінен бәлсаның төсегінен сақтасын. Аман болыңыз. Көз тиіп қалмасын. Түйеш қадап жүріңізші. Желденізге түйе жағып жүріңіз. Күйе жағып. Жаңа сізден көрінен алынып көрінен. Қояңыз, қасыңыз қояңыз, бетіңізге массаж жасаңыз. Сөзбен тартып қойыңыз дейді маған. Ойбай өзіңіз тыңдатсыз көшкен, сізге тартып берген жоқ. Бәрі жарасып несі болады маған дедім. Әжіміңіздің бәрі сән жарасып тұр. Әдемі тұр әжіміз. Рахмет апамыз. Аман болыңыз. Аналарыңызды құттықтап қойыңыздар осы тағда. Енді мына апа, мен сіздерге рахмет айтқан жоқ. Тойыңызға айналайын өзіңе мыңда бір рахмет. Мына неге түсіріп жатқан бала Айдосқа, атқылып жетіп жүрген персоналдарға көптен көп рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін, дендеріңіз сау болсын. Осындай тойдан тойға жете беріңдер. Апа, айтыңыз өзі конкретно. Той ұнады ма өзіңізге? Ұнады. Ұнамаса айтыңыз қайда басынан бастаймыз десең. Рахмет апа, аман болыңыз. Біздің де жұмыстың аяқталып қалды. Жаңа айтып отырмын апа, ең басы деніңіз сау болсын. Азамат қой, Астанадан. Апа, Астанадан азамат звондап жатыр жаңа маған айтады. Танисыз ғой азаматты? Сөйлестіңіз ғой, оған айтады, музыка қосшы дейді. Мен өзім бара алмай қалдым, бірақ әрқашан тойда ғана кезде жүрейік дейді. Сондықтан құрметті ағайын, жаман деп сөкпөр, болмасын өкпе дейміз. Жаңылмайтын, жақсы сүрінбейтін тұяқ болмайды, әзілдейміз деп біреуіңіз ренжітіп алсам айыпқа бұйырмассыздар. Керек болса қолда болайық, керексіз болса жолда болайық. Жегеніміз қой болсын, көргеніміз тек қана қызық қуаныш той болсын деген. Әрдайым тойда кездесейік, осы бір әсеммен азаматтық атынан